Организмнің дұрыс жұмыс істеуі үшін кез келген ағзаны алмастырғысыз рөлі бар. Алайда адамдар жүрек немесе өкпенің саулығының маңыздылығын есте ұстағанымен ас қорыту жүйесіне мән бере бермейді. Стан Кезет организмдегі маңызды ағзалардың бірі бауырдың саулығын қалай сақтау керектігін жазады. Бауырыңыз токсиндерден тазалауға мұқтаж ба? Бауырды организмге қауіпті заттарды залалсыздандыратын сүзгімен салыстыруға болатынын білесіз бе? Мысалы, алкогольден, зат алмасу өнімдерінен, билибурин, аммиак секілді дәрі-дәрмек, тағамдық қоспалар, химиялық қосылыстар және тағы да басқалардан келетін зиянды заттарды бауыр тазартып, сүзгілеп отыратынын білдіңіз бе? Сау организмде бауыр үнемі әрі тиімді түрде тазаланып отырады. Бауыр өт бөліп шығарады. Өз кезегінде өт ас қорытуға қатысып, онымен бірге бауырдан қажетсіз заттар шығарылады. Статистикаға сүйенсек, бауырдың 1 минутта 1,5 литр қан өтеді екен. Қанның 70% ішек пен құрсақ қуысынан өтеді. Күн сайын 600 мл өт бөлініп шығарылады екен. Токсиндер мен зат алмасу өнімдері жиналып қалған жағдайда бауыр жасушаларын тікелей немесе қабыну арқылы зақымдауы мүмкін. Жасушалардың қабынып зақымдалуы салдарынан ағзадағы фиброз аталатын дәнекер тін белсенді түрде көбейеді. Дәнекер тін бауырдың сау жасушаларын алмастырып, оның қызметін атқару қабілетін төмендетеді. Бұл жағдай асқынып кетсе, цирроз пайда болады. Дәл осы себепті бауырдың қабынуын тоқтатып, фиброздың дамуына жеткізбеу өте маңызды. Бауыр өте төзімді және пайда болған проблемаларға қарамастан ұзақ уақыт жұмыс істей береді. Бауыр өзіне түскен күшті еңсере алмағанда қандай белгілер пайда болуы мүмкін? Сол туралы айта кетейік. Алдымен арнаға тіркеліп, қолдау білдірулеріңізді сұраймыз. Осы күздің басталғанына дейін 10 000 оқырман жинауға көмектессеңіз екен. Ал кеттік. Оң жақ қабырға астының ауруы. Бастапқыда көздің ағы сарғайып, артынша тері де сарғая бастайды. Зәрдің түсі қошқылданып, үлкен дәрет ашық түсті болады. Дене қышиды, адам ісінеді. Дененің жоғары бөлігінде қан тамырлары, жұлдызшалары пайда болады. Қансырау, шаршаңқылық, енжарлық, есте сақтау қабілетінің бұзылуы, қолдың дірілдеп жазудың өзгеруі. Аталған белгілер бауыр аурулары кезінде ғана кездеспейді. Нақты себебін анықтау үшін дәрігерге қаралған дұрыс. Алайда, көбі ем-домсыз сауығып, бауырды өздігінен қалай тазалауға болатынын білгісі келеді. Бауырды үй жағдайында тазалау мүмкін бе? Денсаулықты үй жағдайында қолдау әдістері туралы көп оқуға болады. Алайда, мұндай процедуралар мен дәрілердің көбінің тиімділігі мен қауіпсіздігін дәлелденбегені анықталады. Сонымен қатар, олардың жанама әсері де бар. Абайлаңыз, бауырды тазалауға арналған көптеген дәрі-дәрмек өттің бөлінуін арттырып жақсартады. Ол өтте тас пайда болуын алып келуі немесе өттегі тасты өт жолдарына ығыстыруы мүмкін. Кей жағдайларда тасты тек ота арқылы алып тастауға тура келеді. Төменде аталған жағдайлар кезінде бауырды тазалаудың қажеті жоқ. Асқынған холецистит, панкреатит немесе гепатит, созылмалы процестердің асқынуы, өт қабында тастың болуы, басқа да себептерге байланысты өт жүруінің бұзылуы, жүктілік немесе емізу процестері, организмде қандай проблемалар бар екенін сыртқы белгілерге қарап білу әрқашан мүмкін бола бермейді. Организміңізге зиян жасамау үшін терапевт немесе гастроэнтерологпен кеңесіңіз. Дәрігер қажет болған жағдайда УДЗ, рентген немесе 12 елі шекті зондпен тексеру сияқты қосымша зерттеулерге жібереді. Бауырды қалай тазалап қызметтерін қалпына келтіру керек? Бауыр ауруы кезінде туындайтын проблемалардың дені зақымдалған бауыр шығарып үлгере алмайтын зат алмасу өнімдерімен байланысты. Сондықтан адамдар бауырды үй жағдайында тазалаудың әдістерін іздейді. Алайда оны тазалау оңай емес. Дәрілік заттар, үй жағдайында жасалатын процедуралар және бауырды тазалауға арналған шөп тұнбалардың тиімділігі туралы нақты тұжырым жоқ. Бауырдың негізгі қызметтері оның жасушаларының, яғни гепатоциттердің жұмысымен байланысты. Олар дұрыс жұмыс істеуі үшін жақсы жағдай жасалуы тиіс, яғни үйлестірілген тағамға мән беріп, зақымдайтын себептерден арылып, ішімдіктен бас тарту қажет. Егер гепатит вирусы себеп болса, инфекционист дәрігердің қадағалауымен вируспен күресу керек. Егер бауыр өт тұрып қалғандықтан зақымдалса, дәрігер тағайындаған өт айдайтын препараттар мен процедуралар көмектеседі. Бауырды қалпына келтіруге арналған дәрі-дәрмектердің тізімі. Гепатопротекторлар бауыр жасушаларын зақымдалудан сақтайды. Оларды кешенді ем-домға жиі қосады және алдын алу мақсатында пайдаланады. Альфа-жеке қышқылы көмірсулар мен холестерин алмасуын реттейді. Азот тотығының түзілуін басып,
Нәтижесінде гепатиттердің улы заттармен зақымдалуын қорғайды. Глицерезин қышқылы антиоксиданттық әсері арқылы қабынуды азайтып, бауыр жасушаларын қорғайды. Интерферон өнімі мен иммунитеттен белсенділігін ынталандырып, қабынуға қарсы әсер етеді. Адиметионин бауырдағы зат алмасу процестерінде амин қышқылдардың түзілуіне қатысып, залалсыздандыруға және өт шығару жүйесіне өт қышқылын бөлуге көмектеседі. Эссенциалды фосфолипидтер бауыр жасушалары қабығының құрамына кіреді. Олардың құрылымының сақталуына және қалпына келуіне көмектеседі. Өт қышқылдары негізінен препараттар және олардың ферменттерінің қосылысы, алахол, халогон, холинзим, дихалин және тағы басқалар, синтетикалық заттар, минералды тұздар, көп атомды спирттер, түйілуді басатын дәрілер өт шығару жолдарының бірыңғай салалы құлшығеттеріне әсер етіп, өттің жүруін жақсартып, ауруды азайтады. Анағұрлым көбірек қолданылатын құралдар папаверин, дротаверин. Бауырды қалпына келтіруге арналған өсімдік негізіндегі препараттар мен шөптер. Шұбар ала тікен ұрығының сығындысы. Құрамында бірнеше белсенді зат бар. Олардың негізгісі селебенин. Бауыр жасушаларын улы заттар енуден сақтайды, ақуыздың түзілуін ынталандырады. Кәдімгі бір қарақат берберин бульсифаты. Өт түзілуін, өттің шығарылуын күшейтеді, бірыңғай салалы бұлшықеттерді босаңсытады. Құмдық салаубас. Өттің асқазан сөлінің және асқазан асты безі шығаратын сөлдің бөлінуін арттырады. Оған қоса бактериялармен күреседі. Жүгерінің аналық уызы. Өт айдайтын және несеп айдайтын әсерге ие, құрамындағы К дәруменінің әсерінен қанның ұюын жақсартады. Ит мұрын өттің түзілуін арттырады, өт жолдарының тонусын төмендетеді. Бөрік гүл өт айдайтын, несеп айдайтын және гепатопротекторлық әсері бар. Кәдімгі түйме шетен өттің секрециясын арттырып, жабысқақтығын төмендетеді, лямблияға қарсы әсер етеді. Бауырды тазалауға арналған халық емі. Лимон бауырды тазалауға арналған кеңестерде зәйтүн майымен қатар жиі айтылады, алайда лимон шырының бауырға әсерінің дәлелі жеткілікті емес. Егеу құйрықтарға жүргізілген тәжірибеде лимон сығындысының бауырды улы заттардан зақымдалуына оң әсерін анықталған. Бұл лимонның құрамындағы антиоксиданттардың әрекетімен түсіндірілген. Олардың арқасында липидтердің асқын тотығуы мен бос радикалдардың әрекеті төмендейді. Өсімдік майлары. Зәйтүн, майсана. Өсімдік майларының құрамында пайдалы май қышқылдары мен фосфолипидтер бар. Олардың артықшылығы да осы. Өттің бөлінуін ынталандыру үшін аздаған май жеткілікті. Бір уақытта 100 мл немесе одан да көп май ішу туралы кеңестер бар. Алайда оның маңызы жоқ және организмімізге зиянын тигізуі мүмкін. Себебі организм майды қорыту үшін мұншама көп мөлшерде өт бөліп шығара алмайды. Нәтижесінде организмге артық май түсіп, іш өтеді. Бүгінгі біздің пайдалы ақпаратымыз соңына жетті. Егер ақпаратты пайдалы деп тапсаңыз, арнаға тіркеліп қолдау білдіруіңізді сұраймыз.